Армысыздар, құрметті көрермендер, арнамызда Балқаш жаңалықтары, оны жеткізуші мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгін көретіндеріміз. Қоңыраттағы жиын, Балқаш әкімі жөндеуден кейін арттарын жинамай кеткен коммуналшыларды сынның астына алды. Трубу убрали, почему сразу окорушку не убирали? Типа ткани и так далее. Төлем қайда қабылданады? Қазэнергоцентр мекемесі жаңа орынға көшті. Мұнда тек электр энергиясын ғана емес, барлық коммуналдық қызмет құнын төлеуге болады. Шетелдегі жеңіс, балқаштық бишілер Түркиядан гран-примен оралды. Біз жақсы билеуге тырыстық, содан гран-при ұтып алдық. Қоңыраттағы қазандықты жөндеу жұмысы қалай жүруде? Автобустар қашан жиі қатынай бастайды? Қала әкімі Александр Аглиуллин қоңыраттықтармен кездесіп, осы және өзгеде сауалдарға жауап берді. Қала әкімінің қоңыраттықтармен кездесуі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі жетекшісінің есебінен басталды. Мөлтек ауданда көп қабатты екі тұрғын үйді жөндеу аяқталуға жақын. Русаков және Горняцкая көшесіндегі жолдарға асфальт төселген. 1000 метр суық су құбыры жаңасына ауыстырылған. Бұл жұмыстардың барлығы өз уақытымен орындалуда. Сумма договора 50 миллионов составляет, выполнение в настоящее время 20%. То есть на 10% у нас идет отставание от графика производства работ, так как работы по обустройству освещения сквера не начаты. Александр Аглиуллин жиында коммуналдық мекеме жетекшілерін сынның астына алды. Балқаш су жұмыскерлері жөндеуді аяқтағаннан кейін қазылған топырақ жартысын сол күйінде қалдырса, Сужгултранс түрлі құрылыс материалдарын жинамай кеткен. Ну, теплотрассу вы демонтировали, сейчас делаете перетрассировку. Ну, эту окорушку сразу убери, чтобы не растаскивали по всему микрорайону. Трубу убрали, почему сразу окорушку не убирали? Типа ткани и так далее. Қоңыраттықтар мамандар есебін тыңдағаннан кейін өз мәселелерін ортаға салды. Соның бірі демалыс күндері автобустың жиі жүрмеуі. Қала әкімі бұл мәселені шешуге уәде берді. Алайда тек келесі жылы. Субсидирован будет городской бюджет, поэтому мы на этот год мы получили сумму, сколько нужно, чтобы дополнительные маршруты. И в субботу и воскресенье мы график делаем по 25 минут будний день. Жиында жылу мәселесі де сөз болды. Қазандықтағы жөндеу жұмысы аяқталуға жақын. Түтін сорғыш пен желдеткішті орнату ғана қалған. Сондай-ақ келесі жылдан бастап Қоңыратқа Балқаш жылу электр станциясы арқылы жылу беру көзделуде. Что мы в этом году начинаем проектировать теплотрассу от Балқашской ТЭЦ. Вот. И все нормально будет, дай бог. В следующем году начнем строительство теплотрассы. То есть мы тогда полностью забудем об этой проблеме потери. Снабжение теплом будет с Балқашской ТЭЦ. Гүлшат Байтекешова, Мұрат Ботбеков, Үркен Медиа. Қазэнергоцентр жаңа орынға көшті. Мекеме қызметкерлері барлық коммуналдық қызмет ақысы қабылданатын бірыңғай төлем орталығына жайғасты. Қазэнергоцентр мекемесі бұрынғы орнынан алысқа ұзай қоймады. Бірыңғай төлем орталығы Қазбекова көшесіндегі 19-шы ада орналасқан. Қазір бұл жерде 4 касса жұмыс істеп тұр. Ондаған маман түбіртек беріп, түрлі мәселемен жүгінген елге қызмет көрсетуде. Халыққа ыңғайлы болу үшін электронды кезек енгізіліп, терминалдар орнатылған. Мұнда барлық коммуналдық қызмет ақысын төлеп, есептегіш көрсеткішін беруге болады. Ал екінші нүкте бұрынғы қазынашылық ғимаратында екенін еске сала кетейік. Сегодняшнего дня, с 30 июля, Біз бүгіннен бастап жаңа орынға көштік. Енді осында отырып жарық ақысын қабылдаймыз. Мұнда тек электр энергиясын ғана емес, барлық коммуналдық қызмет құнын төлеуге болады. Балқашта Б және С гепатитін жұқтырушылар саны азайған. Егер былтыр 80 адам тіркеуге алынса, биыл олардың қатары 9 адамға сиреген. Сонымен бірге А гепатитімен ауырған науқастардың саны да төмендеп отыр. Егер 2017 жылдың 1-ші тоқсанында 2 жағдай тіркелсе, осы жылы тек 1 адамнан анықталған. Жалпы бауырды зақымдайтын гепатит ауруы 5 түрге бөлінеді. А, Б, С, Д, Е. А формасы өзен, көл суын жұтқанда, кір қолмен тамақ ішкенде, жем-шидектерді жумай жегенде болуы мүмкін. Ал Б және С көбінесе қан арқылы жұғады. Десе де жыныстық қатынас арқылы және анадан іштегі балаға таралу жағдайда кездеседі. Аурудың алғашқы белгілері оң жақ қабырға астының ауруы, тәбеттің болмауы, температураның көтерілуі, құсу, көз және аяқ пен қолдың сарғыш тарта бастауы.
Профилактика занимается само. Қазір халық сауатты, жеке бас гигиенасына қатты көңіл бөле бастаған. Кез келген затты пайдаланар кезде оның тазалығына назар аудару керек. Себебі биологиялық сұйықтыққа тиіп кетсе, А және С гепатитін тудыру мүмкін. Русаков ескерткіші орнынан алынды. Әзірге оның қайда қойылатыны белгісіз. Бір анығы, Мәдениет сарайының маңайын абаттандыру жобасы бойынша геологтың монументі басқа жерге көшуі тиіс. Қазір ескерткіш қоймада сақтаулы тұр. Жергілікті билік мүсінге жаңа орын қарастыруда. Монумент осыдан 27 жыл бұрын Михаил Русаковтың 100 жылдығына орай Мәдениет сарайының артына орнатылған. Оның есімі қала тарихымен тығыз байланысты. Ленинградтық инженер-геолог Балқаш өңірін зерттеп мыс кенінің көзін тапқан алғашқы адам. Нам сейчас приступать к площади надо. Русаков ескерткішінің орнында мерекелік іс-шаралар өтетін үлкен алаң болады. Қазір монумент біздің базада тұр. Оның жаңа орнын бекіткеннен кейін сонда апарып орнатамыз. Балқаштық бишілер Түркия елінде өткен халықаралық фестивальде жеңіске жетті. Қаламыздағы өнер мектебінің Ақмаржан тобы гран-при иегері атанды. Топтың 10 және 13 жастағы 16 мүшесі онда сюжетке толы 3 бимен сахнаға шыққан. Композицияның құрылымы мен биді орындау шеберлігін бағалаған қазылар алқасы балқаштықтарды бас жүлдеге лайық деп таниды. Өнер мектебінің тәлімгерлері Астанадағы республикалық жарыста бірінші орыннан көрініп Түркияға жолдама алған болатын. Олар шетелде Молдавия, Румыния, Ресей, Болгария, Кипр, Әзербайжан секілді мемлекеттерден келген қатысушылармен сынға түсіп, гран-приді жеңіп алды. Біз қазақша би биледік. Біз жақсы билеуге тырыстық. Содан гран-при ұтып алдық. Қара теңізге шомылдық. Үлкен самолетта ұштық. Бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Біздің арна күн сайын қосылып болсын. Ертең де айтарымыз бар.